Сәлем, бүгінгі біздің тақырыбымыз ілік септігі. Ілік септігі белгілі затты меншіктеуді, тәуелдеуді білдіреді. Ілік септігінің жасалу жолдары. Бірінші жасалу жолы. Егер сөз дауысты дыбысқа және м, н, ың дыбыстарына бітсе, ның жалғау жалғанады. Екінші жасалу жолы. Егер сөз ұяң дауысты дыбыстарға және р, л, қысқа и, у дыбыстарына бітсе, дың жалғау жалғанады. Үшінші жасалу жолы. Егер сөз қатаң дауысты дыбыстарға бітсе, тың жалғау жалғанады. Ілік септігінің сұрақтары. Кімнің, ненің? Мысалы, үйдің кілті, сөмкенің түсі, Асанның әкесі, Әлияның көйлегі, үйдің нөмірі, Айжанның кітабы, қарындаштың түсі, студенттің жасы, Мараттың көлігі. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол!